Егер де адамның кіші күнәлары болмайтын болса дейді. Мүмкін бе? Мүмкін. Адамның кіші күнәлары болмайтын болса дейді. Онда үлкен күнәларынан кіші күнәлардың нелері, бөліктері алынып тасталынады дейді. Алынып тасталынады. Бұл да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам үмметінің несі, артықшылығы. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. O'zlaringizdan birga al-Imam an-Navawiyning rahimahulloh, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Sharaf an-Navawi rahimahulloh hijriy bo'yicha 631-yili dunyoga kelgan, hijriy bo'yicha 676-yili 45 yaşında dunyodan o'tgan ulkan imom. Sol imomning Riyadus Solihin atli еңбегін o'quvdi ары қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде кезекті осы Рамазан айының басталуымен бастаған 10-ші сабақ. Осы уақытқа дейін біз сіздер 9 мәжілісте 35 хадис оқыдық. Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам бүгін Бабу фадлис сауми ва гайрихи фил ашрил аували мин зил-хиджа. Зул-хиджа айының алғашқы 10 күніндегі ораза ұстаудың артықшылығы дейді. Яғни жалпы енді біздің бұл тақырыбымыз ораза ұстау. Ораза бабында болғаннан кейін жалпы 12 ай ішіндегі кейбір оразалар Рамазан айынан кейінгі, Рамазан айынан басқа кейбір уақыттарда ораза ұстаудың несі бар екен, артықшылығы бар екен Алла Тағаланың алдында. Сол Зул-хиджа айы. Зул-хиджа айының алғашқы 10 күні. Енді білеміз, жалпы біз алдыңғы сабақта, кешегі болған сабақта 12 айдың ішінде 4 айды атап өттік. Ол ай харам айлары дедік. 4 ай, яғни 12 айдың ішінде 4 ай харам айлар дедік. Яғни бізде кезегі бойынша 7-ші болып келетін Раджаб айы, 11-ші болып келетін Зул-қаъда айы, 12-ші болып келетін Зул-хиджа айы, және 12-ден кейін 13 жоқ, 1-ші ай болып келетін Мухаррам айы. Осы 4 ай харам айлары, яғни Алла Тағаланың алдында несі, қадір қасиеті жоғарылау болған харам айлары. Сол бүгін Зул-хиджа айы жөнінде. Зул-хиджа айының алғашқы 10 күніндегі ораза күндер. Яғни нәпіл оразалар. Енді Зул-хиджа айында баршамыз білеміз, ислам дінінің Зул-хиджа айында, Зул-хиджати деп айтылады, немесе Зул-хаджа деп те айтсақ болады. Бұл не нәрсе? Бұл ислам дінінің 5 парызының бірі, қажылық рәсімінің жүзеге асатын айы. Зул-хиджа айында. Яғни біздер қазір Рамазан айында болатын болсақ, қай айға жақындап келе жатырмыз? Қажылық айына жақындап келе жатырмыз. Бұл 36-шы хадис бізде Ан ибн Аббас радияллаху та'ala анхума, Абдулла ибн Аббас, Алла ол екеуінен разы болсын, Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам әкесінің ең кіші бауырының баласы. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам әкесінің ең кіші бауырының баласы Абдулла ибн Аббас, Алла ол екеуінен разы болсын, айтты. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деді: Ма мин айямин ал-амалу салиху фиха ахаббу илаллахи мин хазихил айям. Аллах Тағаланың құзырында Аллаға ең сүйікті күндер ол осы күндер деді Алла елшісі. Осы күндер, яғни бұл жерде осы күндер деп айтып тұрған кезде Алла елшісі сол Зул-хиджа айының алғашқы 10 күнін мақсат еткен екен. Қалу, сонда сахабалар: Я Алланың елшісі, валал джихаду фи сабилилла, Алла жолында соғыс, Алла жолында джихад, Алла жолында күрестің өзі де емес пе дейді, Аллаға ең сүйікті нәрсе. Сонда Алла елші жауап ретінде валал джихаду фи сабилилла, Алла жолында джихад та емес дейді, ең сүйікті нәрсе. Ана 10 күндегі. Илля раджулун, тек қана, илля ер адам, раджулун хараджа би нафсихи ва малихи, Алла жолында өзінің жанымен, өзінің рухымен, өзінің мал мүлкімен шықты, фалам ярджа мин залики бишей, еш қайсымен де қайтпады дейді. Бұл хадисті Алла елшісінен саллаллаху алейхи вассалам Әл-Имам Әл-Бухари риуаят еткен. Енді осы
осы хадистен алынатын пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам пайдаларға тоқталамыз. Яғни Зүл-Хиджа айының алғашқы 10 күніндегі 10 күн, яғни күндіз, 10 күндіз. Мына 360 хиджри жыл санауы бойынша күндердің ішіндегі мына күндіздердің ішіндегі ең сүйікті амалдар еселенетін айлар, амалдар күндіз. Ол қай ай екен? Зүл-Хиджа айының алғашқы 10 күндігі екен. Зүл-Хиджа айының алғашқы 10 күндігі. Ол айларда не бар? Мана алғашқы 10 күнде не бар? Ол құлшылық бар, Алла Тағалаға бойұсыну бар, және де Алла Тағаланы ұлықтау бар. Яғни Аллаху акбар деп айту бар. Аллаху акбар деп айту бар. Өйткені не жақындап келе жатыр? Құрбан айт жақындап келе жатыр бір жағынан. Өйткені ол да құрбан айт қай құлшылықтан кейін келеді? Қажылық құлшылығынан кейін келеді. Яғни ислам дінінде егер қарап отыратын болсақ, ислам дініндегі біздің мұсылмандардың екі мейрамы болатын болса, ол ораза айт және де құрбан айт. Ораза айт және құрбан айт. Ораза айт бірінші келеді. Өйткені Рамазан бірінші жүреді. Одан кейін не келеді? Құрбан айт келеді. Енді осы ораза айтта, айт деген сөз, ол мейрам деген сөз. Ораза айт айтамыз осылай. Айт деген сөзінің өзі мейрам деген сөз. Ораза айт, ат айтып тұрғандай, ораза құлшылығынан кейін, енді Рамазан айындағы парыз оразадан кейін келіп тұр. Ал құрбан айт болатын болса, құрбан мейрамы бұл айтқан кезде, ол қажылық құлшылығынан кейін келіп тұр. Осы. Енді мына жерде айтқан, енді Алла пайғамбарымыздың сахабалары таңғалып, яғни Алла жолында жихадта емес па деген кезде, осы күндері 10 күнді айтады. Зүл-Хиджаның 10 күн деген кезде Алла елшісі Алла жолында жихадта ең сүйікті емес бұл күндері деді, бұл күндері. Яғни Алла жолында өзінің жанымен немесе мал мүлкімен шыққан, я шахид болып кетті сол жолда жүрген кезде, я не болмаса өзінің Алла жолында шығарған мал мүлкінен айырылып қалған жанды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не істеп жатыр екен? Меңзеп жатыр екен. Енді бұл күннің абзалдылығы. Зүл-Хиджа айының алғашқы 10 күннің абзалдылығы. Өйткені бұл күндердің ішіндегі ең абзал күндер. Күндердің ішіндегі ең абзал күндер. Біздер Құран кәрімде Әл-Фәджр деген сүре бар. Құран кәрімде реттілігі бойынша 89-шы келеді. Әл-Фәджр, яғни таң деген мағынаны білдіреді, фәджр деген. Сол вәл-фәджр вәләялин ашр, вәл-фәджр таңмен серт дейді Аллах Тағала. Таңмен серт. Жалпы біз көпшілігіміз білеміз, Аллаху субханаху тағала Құран кәрімде көптеген нәрселермен серт берген. Құран кәрімде Аллах Тағала өзінің кітабында көптеген нәрселермен серт берген, ант берген. Ал ғалымдарымыздың айтуы бойынша, Алла Тағала қандай бір нәрсемен серт беретін болса, ол нәрсенің Алла Тағаланың алдындағы маңыздылығын білдіреді. Уәл-фәджр таң уақыты, және екінші аятта уәләялин ашр 10 түнмен серт дейді Алла Тағала. 10 түнмен серт дейді. Осы 10 түн деп тұрғандағы мақсат, 10 түндегі негізгі көзқараста осы Зүл-Хиджа айының алғашқы 10 күні екен. Уәләялин ашр, яғни Зүл-Хиджа айының алғашқы 10 күні мақсат тұтылып тұр бұл жерде. Алла Тағала айтып тұрғаны. Екінші бір көзқараста, ол бірақ негізгі көзқарас емес, ол Рамазан айының соңғы 10 күндігі дейді. Бірақ негізгі көзқараста Фәджр сүресінің 2-ші аятындағы уәләялин ашр 10 түнмен серт деген кезде Алла Тағаланың айтып тұрғаны, ол Зүл-Хиджа айының алғашқы 10 күні дейді. Зүл-Хиджа айының алғашқы 10 күні. Арғари бұл 36-шы хадис болды. Енді 37-ші хадис. Бәбу фадли сауми яуми арафа. Енді Арафа күніне келіп жатырмыз. Арафа күні ол Зүл-Хиджа айының 9-ы. Зүл-Хиджа айының 9-ы. Зүл-Хиджа айының 10-ы ол құрбан айт күні. Зүл-Хиджа айының 10-ы ол құрбан айт күні. Арафа күніндегі ораза ұстаудың абзалдығы, және Ашура және Тәсуа, және Мухаррам айының 10-ы мен 9-ы күндері ораза ұстау. Мухаррам айының. Арафа күні
ол Зулхиджа айында. Арафа күні ол Зулхиджа айында. Ал Ашура Мухаррам айында. Бір айдан кейін келеді. Бір айдан кейін келеді. Мухаррам жылдың басы, ең бірінші ай. Мухаррам жылдың басы, ең бірінші ай. Бұл 37-ші хадис. Ан Аби Қатадата радиаллаху та'ала анху, Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам сахабасы Абу Қатадата. Аты Әл-Харис Әл-Ансари, хижрет бойынша 54-ші жылы қайтыс болған. Хижрет бойынша 54-ші жылы қайтыс болған. Айтады: Суиля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Алла елшісі сұралды дейді. Алла елшісі сұралды. Ан сауми Арафа. Арафа күннің оразасы жөнінде сұралды дейді. Яғни Зулхиджа айының 9 күніндегі ораза жөнінде Алла елшісі сұралды. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: Юкаффиру санатал мадията вал бақията. Алдыңғы жыл мен осы жылдың, биылғы жылдың күнәләрін кешіреді деді. Алдыңғы жыл мен биылғы жылдың күнәләрін кешіреді. Қай ораза жайында айтып жатыр? Арафа күніндегі ораза. Арафа күніндегі, яғни бір күн ораза. Бір күн ораза сіздің неңізді былтырғы оразаңызбен былтырғы жыл мен биылғы жылдың күнәләрін істеп жібереді. Алла тағаланың алдында кешірілуіне себеп болатын нәрсе. Бір күн ораза. Бір күн ораза. Бұл хадисті имам Муслим риуаят еткен. Бұл хадистен алатын пайдамыз, қараңыздар. Бірінші, біз көптеген нелермен, түсініктермен, терминдермен, жаңа бір мағлұматтармен танысып жатырмыз. Арафа күні дейді бірінші. Бірінші Арафа күні. Арафа күні, аты айтып тұрғандай, Арафа күні. Не үшін олай аталды? Арафа күні. Өйткені мұсылмандар бұл күні, Арафа күні, Зулхиджа айының 9 күні, қажылық рәсімдерін орындап жүрген мұсылмандар, жер бетінен, жердің түкпір-түкпірінен жиналған мұсылмандар, Арафа деген жерде, Мекке қаласы жанында, Арафа деген жерде, сол бір Арафада тұру құлшылығында жиналады. Бұны Арафа күні деп аталып кеткен. Арафа күні деп аталып кеткен. Ол, айтын жерде айтып жатыр, Арафа ол Арафат тауында жиналу, яғни тұруды айтады. Енді мына жерде бір нәрсе айтып кетейік, қараңыздар. Алдағы уақытта бізге де нәсіп етіп Арафатқа үлкен қажылыққа барып жатсақ. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөзі бар. Пайғамбарымыздың. Әл-хаджу Арафа. Қажылық Арафат дейді. Пайғамбарымыз не деді? Қажылық Арафат дейді. Яғни Арафада тұру болмаса, қажылық жоқ. Арафада тұру болатын болса, қажылықты құтқаруға болады, яғни. Сондай сияқты нәрселер. Өйткені қажылықтың да нелері бар? Бөлік құлшылықтардан тұрады. Қабаны 7 рет айналу, шашты алу, саи жасау, жамараттарға тас лақтыру деген сияқты бірнеше құлшылықтардан тұрады. Осы құлшылықтардың ішіндегі ең маңызы не болып тұр? Арафатта тұруға үлгеріп қалу болып тұр. Арафатта тұруға үлгеріп қалу болып тұр. Енді пайғамбарымыз айтты ғой, қажылық ол Арафат деді. Енді мына нәрсені айтып кетейін жатырмын, қараңыздар. Кейде Арафатқа баратын болсаңыздар, Алла нәсіп етсін баршамызға. Арафат ол тек қана тау емес. Ол тау және қасындағы неде кіреді? Жазықтықта кіреді. Қасындағы жазықтықта кіреді. Біз жүретін жер жазықтықта кіреді. Енді кейбір адамдар ойлайды, мысалы. Ойлайтындар бар өйті ойлайтындар. Неде ойлайды? Мен барынша биікке шығуым керек деп ойлайды. Таудың бар ғой, таудың биігіне шығуым керек. Жоқ, ол жерде таудың, кішігірім таудың биігіне шық, немесе Арафаттың несінде, аумағында қарапайым жерге тұр, екеуі де бірдей. Бір керек жоқ жерде адам өз-өзін бір қатты қиналтып, зорықтырып деген сияқты. Арафаттың аумағы барлығы да сол ненің Арафаттың несіне кіреді? Үкіміне кіреді. Ол Зулхиджа айының 9 күні дейді. Зулхиджа айының 9. Енді Арафа деген сөз неден шықты деген кезде, жалпы риуаяттарда, көзқарастарда, Адам алейхиссалам мен атамыз Адам алейхиссалам мен Хауа анамыздың алейхиссалам екеуінің кездесіп бір-бірімен танысқан жері дейді. Яғни жәннаттан түсірілгеннен кейін. Сосын мына жерде тағы бір нәрсе айтып кету керек. Бұл нәрселерді айтып жатқаннан кейін, өйткені мынандай бір адасқан адамдардың көзқарастары болады. Яғни Адам алейхиссалам мен Хауа анамыз алейхиссалам екеуі де Аллах тағаланың шынайы жәннатында болған аспандағы.
шынайы жәннатында болған. Содан кейін белгілі бір оқиғаға байланысты Аллах Тағаланың хикметіне сай жерге түсірілген. Соны не істеуіміз керек? Біліп жүруіміз керек. Осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сұралған кезде айтты, бұрынғы былтырғы жыл мен биылғы жылдың нелерін, күнәләрін кешіріп жібереді. Яғни адам баласының жасап қойған күнәларының нестелуіне, кешіруіне, олардың жасырылуына несін септігін тигізеді. Бұл жақта енді бұны айтпасам да көпшілігіңіз білесіздер. Өйткені жалпылама көптеген хадистерде оның күнәлары кешіріледі, ол уақытқа дейінгі күнәлар кешіріледі деген кезде біз не деп айттық? Ол жердегі мақсат етіліп тұрған нәрсе кіші күнәлар дедік. Кіші күнәлар, үлкен күнәлар емес. Өйткені үлкен күнәларға жеке-жеке тәубе керек. Егер жеке-жеке есіңізге түспесе, онда айтқан кезде жалпылама тәубе керек ол кезде. Жалпылама тәубе керек. Және де кіші күнәлар айтқан кезде біз де кіші күнәларды бөлдік. Аллаға тек қана Алламен екі ортадағы кіші күнәлар, және Алламен, және ол жерде құлдың ақысы бар күнәлар. Ол күнәлар кешірілмейді. Ол Аллахтың құлы не істемей, кешірмей. Аллах Тағаланың құлы кешірмей. Бұл жердегі кіші күнәлар кешіріледі деген кезде мақсат етіліп тұрған күнәлар қандай күнәлар екен? Аллах Тағаланың ақысында кеткен кіші күнәларымыз. Алла Тағала өзінің мейірімімен ол күнәларын не істейді? Кешіріп жүреді. Енді мына жерде мынандай бір нәрсені айтып қараңыз. Егер де адамның кіші күнәлары болмайтын болса дейді. Мүмкін ба? Мүмкін. Адамның кіші күнәлары болмайтын болса дейді. Онда үлкен күнәларынан кіші күнәлардың нелері, бөліктері алынып тасталынады дейді. Бұл да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам үмметінің несі? Артықшылығы. Осы мынандай бір нәрсе бар, қараңыздар. Кішігірім бір ереже. Үмметтің артықшылығы пайғамбардың артықшылығына қарай болады. Мысалы, енді қараңыздар. Пайғамбарлар мен елшілердің арасында Алла Тағаланың ең сүйікті елшісі мөрі ол пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Олай болатын болса, үмметтердің ішіндегі ең сүйікті үммет Аллах Тағалаға ол пайғамбарымыз Мұхаммадтың саллаллаху алейхи уассалам несі? Үмметі. Осындай не? Қағида, ереже. Адамның кіші күнәлары болмайтын болса, онда сондай бір деңгейде үлкен күнәларын естеліне береді, кешіріле береді. Үлкен күнәларынан сәл-сәл нестей береді, алына береді. Мысалы, қазір мен ойыма келіп тұрған нәрсе, мысалы, солтүстік мұхитта немесе оңтүстік мұхитта, бізде солтүстік мұхит жақта Антарктида, оңтүстік мұхит жақта Арктикада алдында неде келді ғой? Қайда келіп еді осы? Круизда келді ғой алдында. Дұрыс жауап бергендер бар ма соның ішінде? Сонда мана айсбергтер болады ғой, айсбергтер. Мына нән айсбергтер, соны үлкен күнә деп алатын болсақ, олар бірден не істеп жапырылып құлап болмайды суға. Аз-аздан бөліктен не істей береді, кете береді. Дәл сол сияқты, егер де біздің күшік күнәларымыз болмайтын болса, біз сауапты амалдарды жасай берген сайын, мана тау-тау болып тұрған біздер емес, басқа бір адамдардың үлкен күнәлары не істей береді? Кешіріле береді. Ал үлкен күнәлары болмайтын болса, онда ол адамның Аллах Тағаланың алдында дәрежесі арта береді. Бұл да болса, Раббымыз Аллах Тағаланың бізге деген мейірімі. 38-ші хадис. Енді мына жерде, егер кімде-кім Зүл-Хиджа айының 9-ы күні, яғни Арафат күні қажылықта болмаса дейді. Қажылықта болмаса, онда оразасында оған не болады? Сүннет амалдардан болады. Ал егер оразада болатын болса, енді оразада ол өзі, неде болатын болса, қажылықта болатын болса, ол әлсіреп қалуы мүмкін. Не істеп? Өйткені ол өзі жаяу жүреді, қаншама километр жаяу жүру керек. Оған егер де оны әлсірететін болса, құлшылықтардан, онда оған ұстамаған абзалырақ болады. Енді адам өзінің несіне, жағдайына қарайды, денсаулығы жете ме, жетпей ме деген сияқты. Өйткені біз кешегі құптан намазының алдында былай денсаулық жайында мына алдыңғы қауымдарымен, пайғамбарлармен, елшілердің қауымдарына да осы оразаны істеген парыз етілгендігі жөнінде айтып кеттік. Өйткені Алла Тағала Құран кәрімде сендердің алдарыңдағы үмметтерге парыз етілгендей, сендерге де парыз етілді дейді. Парыз етілгендей деді Алла Тағала. Енді бұл жерде айтып тұрғаны, ғалымдарымыздың көзқарасы, мысалы, Нух алейхиссаламның қауымы дейді, жалпы риуаят етілген Нух алейхиссаламның қауымы, олар күн сайын ораза ұстаған дейді. Нух алейхиссалам. Өйткені олардың несіне, табиғатына, денесінің
үлкендігіне сол хикметі жарасымды дейді оларға. Өйткені олар өте не болған? Ірі болған да, өте ірі болған денелеріне қарай. Ал кейбір қауымдарда 50 күн болған дейді. Бірақ жер бетінде Адам алейхиссаламнан бастап пайғамбарымыз Мұхаммадқа дейін саллаллаху алейхи уассалам өмір сүрген барлық қауымда ораза деген құлшылық болған. Бірақ айырмашылығы, мысалы біздер таң намазы кіргеннен бастап күн батқанға дейін ұстайтын болсақ, олардың ұстау уақыты, бір күндегі ұстау уақыты өзгеше болады. Және де біздер 30 күн ұстайтын болсақ, олардың да күндері не болады? Өзгеше болады. Әртүрлі. Енді сол ғалымдарымыздың айтқанындай, сол Адам алейхиссаламнан бастап пайғамбарымыз Мұхаммадқа дейін саллаллаху алейхи уассалам парыз етілген оразалардың ішіндегі ең кемелі ол пайғамбарымыз Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалам парыз етілген ораза дейді. Сонда біздің пайғамбарымыздың үмметі ретінде ұстап жүрген осы оразамыз оразалардың ішіндегі ең кемелін ұстап жүрміз біз деген. Ең кемелін ұстап жүрміз. Бұл да бір пайғамбарымыздың үмметі болғанымыз үшін не бір бақыт та біз үшін. Біз үшін бақыт. Сол үшін Алла Тағала баршамызды қиямет қайымда пайғамбарымыздың мәжілісіне жақын болған құлдардан етсін баршамызды. 38-ші хадисте, бұл хадисте де Абдулла ибн Аббас, Алла ол екеуінен разы болсын, Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам Ашура күні, яғни Мухаррам айына ауысып жатырмыз қазір біз. Біз жаңа алдыңғы хадисте Зулхиджа айы жайында Арафа күнінде айтып жатыр едік, енді бір ай алға кетіп қалдық. Абдулла ибн Аббас айтады, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Ашура күні ораза ұстады дейді. Ашура күні ораза ұстаған, және де ораза ұстауды әмір етті дейді. Ашура күні ораза ұстауды әмір етті. Муттафақун алейхи. Бұл муттафақун алейхи деп айтсам не дедік? Имам Бухари және де имам Муслим риуаят еткен дедік. Бір кісілерден риуаят еткен. Муттафақун алейхи, имам Бухари және имам Муслим бір хадисті бір кісілерден шығарып береді бізге. Бір жолмен істеп береді, шығарып береді. Ашура дейді енді. Жаңа бір түсінікпен танысамыз. Бізде Ашура деп кеткен ғой енді. Ашура дегеніміз 12 айдың ішіндегі ең бірінші ай Мухаррам айының 10-шы күні. Мухаррам айының 10-шы күні ол не деп аталады? Ашура деп аталды. Енді мынандай бір бізде жалпы Ханафи мазхабы бойынша қараңыздар. Рамазан айының парыз оразасы бар ғой біз ұстап жүрген. Ол хижреттің 2-ші жылы парыз болған. Хижреттің 2-ші жылы. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам хижреттің 10-ші жылы Раббысына қайтты, Аллаға қайтты. Яғни 9 рет Рамазан айының парыз оразасын ұстады. Рамазан айының Рамазан айының оразасы парыз етілмес бұрын осы Мухаррам айының 10-шы күн, яғни Ашура күннің оразасы міндетті болған ұстау. Жыл сайын бұл айтқан кезде ұстау не болған? Міндетті болған. Одан кейін Рамазан айының оразасы парыз етілгеннен кейін Ашура күнінің міндетті болды ораза ұстау, бір күн ораза ұстау, оның үкімі не болған? Жойылған. Үкімі жойылғанда не болып қалды қазір? Міндеттен сүннетке түсті. Бұл да манағы бір үкімнің белгілі бір уақытқа дейін жалғасып, одан кейін үкімі жойылуы, бұл нәсіх мансух, Алла Тағаланың несі бұл да хикметі. Алла Тағаланың несі хикметі бұл жердегі. Бұл хадистен түсінеміз, яғни бізге сүннет болады, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам еру мақсатында Ашура Мухаррам айының 10-шы күні Ашура күні ораза ұстау. 39-шы хадис. Бұл Ашура күні жайында. Қараңыздар. Арафа күні жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сұралған кезде ол былтырғы күнәлар мен биылғы күнәларды кешіріп жібереді. 2 жылды. Ал не күнде қазір Ашура күні жайында хадис оқимыз. Ашура күні жайында. Бір күн ораза. Абу Қатада, Алла ол кісіден разы болсын, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Ашура күнінің оразасы жайында сұралғанын айтады. Ашура күнінің оразасы. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам юкаффиру санатал мадията, былтырғы жылдың күнәларын кешіріп жібереді дейді. Былтырғы жылдың. Сонда Арафа күнінде былтыр және биыл кетеді. 2 жыл кетеді қатарынан. Арафа күнінде. Ал Ашура күнінде бір күн оразада тек былтыр кетіп қалады. Жақсы. Енді қараңыздар, мына жерде мынандай нәрсе бар. Ашура ол Мухаррам айында. Ашура қай айда? Мухаррам айында.
Мухаррам жылдың басы. Мухаррам жылдың басы. Мухаррам жылдың басы. Ашура соның 10-ы. Сол күні сіз ораза ұстайтын болсаңыз, сол күні сіздің алдыңызда әлі 12 ай бар. Сіздің алдыңызда әлі 12 ай бар. Бұл жерде, яғни Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былтырғы өткен жылдың күнәларын кешірткен кезде оған дейінгі бір жылдың күнәсін кешіріп жібереді. Оған дейінгі. Яғни өткені Мухаррамның өзі ең бірінші ай ғой бізде. Әлі бір жыл өткен жоқ. Жоқ, былтырғы күнәлар кешіріліп кетеді. Былтырғы күнәлар не істеп кетеді? Кешіріліп кетеді. 40-шы хадис. 40-шы хадис бұл Абдулла ибн Аббастан, Алла ол екеуінен разы болсын. Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтқан жеткізеді. Лаин бақиту иля қабилин ла асуманна тасиа. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам егер де келесі жылға қалатын болсам, нені 9-шыны ұстаймын дейді. Яғни Ашура ненің Мухаррам айының 9-шысын ұстаймын дейді. 9-шысын ұстаймын дейді. Өткені манағы айтып кеткен Мухаррам айының 10-шы күні Ашура деп аталады. Енді 9-шысы Тасуа деп аталады. 9-шысы Тасуа деп аталады. Енді Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр, келесі жылға қалатын болсам, онда мағынасы бойынша 10-шы күнге қосып 9-шы күнді де ұстаймын деп жатыр да. Яғни неше күн ұстаймын деп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам? 2 күн ұстаймын деп айтып жатыр да. Енді бұл да келесі жылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол жылға жеткен жоқ та. Алла тағала өзінің хикметімен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Аллаға қайтты. Бұл да яғни бұл жерден нені түсінеміз? Жақсы бізге сүннет болады, жақсы көрілген амалдан болады. Ашура күніне тағы бір күнді қосу. Бұл жерден мына жерде айтып кеткен екен, не үшін өткені? Жалпы Ашура күні не үшін ұсталынады? Ашура күні, Мухаррам айының оразасы не үшін ұсталынады? Өткені Аллаху субханаху тағала Мухаррам айының 10 күні, Ашура күні бір залым Фирғауынның несінен, зұлымдығынан кімді? Муса алейхиссаламды құтқарған күн. Соған Алла тағала шүкіршілік мақсатында ораза ұсталынады. Енді не үшін онда 2 күн қатарынан? 1 күн емес 2 күн. Өйткені яһудилер олар тек қана 1 күн ораза ұстайды. Қай күні? Мухаррам айының 10 күні ұстайды тек қана. Олар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 9-ында ұстаймын деп жатыр да. Келесі жылға қалатын болсам 9-ында. Не үшін? Хикметі бұл жердегі яһудилерден ерекшелену. Яһудилерден не істеу? Ерекшелену, өзгешелену. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біздер мұсылмандар яһудилерге қараған кезде кімге? Муса алейхиссаламға бір табан жақынбыз да. Бір табан жақын. Өйткені біздер барлық пайғамбарлар мен елшілерге не істейміз? Иман келтіреміз да. Барлық пайғамбарлар мен елшілерге иман келтіреміз. Осы жерде бір айтып кету жақсы нәрселерден болады. Біздер Ахлі сүннат вал жамаатта пайғамбарлар мен елшілердің жалпы Алла тағаланың жер бетіне жіберген пайғамбарлар мен елшілерін санын шектемейміз. Иман келтірген кезде Алла тағаланың пайғамбарлар мен елшілердің барлығына иман келтірдім дейміз. Мысалы, оны 124 мың деп немесе 224 мың деп шектеу ол қате нәрсе болады да. Жалпы бұлай айтылуы мүмкін, кейбір онда бір нақты ақпараттарды жоқ та, сенімді. Өйткені сіз деген 124 мыңға иман келтірдім дейтін болсаңыз, ол 124 мың және бір пайғамбар болатын болса, онда сіз иман келтірмеген болып қаласыз да. Егер де сіз 224 мыңға иман келтірем деп, онда одан аз болып қалатын болса, сіз пайғамбар емес адамға сеніп қалған боласыз да. Сол үшін де ең тынышы, ең сақ жолы Алла тағала адамзат баласына қанша пайғамбар жіберді, барлығына да иман келтірдім деген ең дұрыс жол болады. Ең дұрыс жол осы болады. Иншалла Аллах субханаху ва тағала нәсіп етсе, ертеңгі сабақта 41-ші хадистен ары қарай жалғастырамыз. Вальхамдулиллахи раббил аламин.